Сәлеметсіңдер ме? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы жіктеу есімдігі құстар туралы не білемін? 93-ші сабақ. Сабағымыздың мақсаты берілген мәтіннің мазмұны бойынша өз пікірімді білдіремін, жіктеу есімдіктерін білемін. Ереже: мен, біз, сен, ол сөздері жіктеу есімдіктер деп аталады. Жіктеу есімдіктері жіктеледі, септеледі. 42-ші жаттығу: мәтінді тыңда. Бүркіттің тағдыры. Бүркіт өте қауқарлы құс. Ол бүрген кезде түлкінің омыртқасын опырып жібереді. Ал адам қолға үйретіп баулыған бүркіт қасқырды да тайсалмай алады. Бүркіт қоян, тиін, құр, кейде тырнаға да түседі. Су бүркіті балықты қорек етеді. Бүркіттің түрі көп. Бүркіттер тек адамнан ғана зардап шегіп келеді. 1917-1922 жылдары Америкада 15.745 бүркіт адам қолынан өлген. Осындай озбырлықтың салдарынан бүркіттердің тұқымы азая бастаған соң, қазір барлық елге бүркіттерді қорғау туралы арнаулы заң шығарылды. Біздің елімізде бүркіттерге ешқандай қастандық жасалмайды. Жыл 12 ай кітабынан. Бүркіттер туралы не білдің? Бүркіттер өте қауқарлы құстар. Ол түлкі, қоян, тиін, құр, кейде тырнаға да түседі. Бүркіттерді не үшін қолға үйретеді? Бүркітті аң аулау үшін қолға үйретеді. Бүркіттерді қорғауға қатысты өз пікіріңді білдір. Бүркітті қорғау туралы заңды күшейтуіміз керек. Қауқарлы, қауқары күші бар, қуаты мықты. 43-ші жаттығу: кестеде берілген ақпаратты пайдаланып бүркіт туралы мәтін құрастырып жаз. Бүркіт жыртқыш құс. Олар Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа, Алтай таулары мен Іле алатауын мекендейді. Бүркіт ұясын биік ағаштар мен зәулім жартастарға салып, 1-2 жұмыртқа табады. Ұя салу науқаны наурыз-сәуір айларында басталады. 44-ші жаттығу: түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып, жаңылтпашты оқы. Қара бүркіт томағасын түсірді. Мен оны томағаламай, кім томағалайды? 45-ші жаттығу: сөйлемдерге тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Саятшылық, құс салып аң аулау өнері. Мұнымен өнері нүкте қоямыз. Мұнымен айналысатын адамды құсбегі деп атайды. Нүкте. Олар көбіне бүркіт, лашын, сұңқар секілді жыртқыш аңға салып баулайды. Нүкте қоямыз. Сол құстармен аң аулайды. Лашын, сұңқар тұқымдасына жататын жыртқыш құс. 46-ші жаттығу: сурет бойынша әңгіме құра. Қарлығаш киелі құс. Қазақ халқы қарлығаштың ежелден жақсы көрген. Оларға қатысты көптеген ырым-жорамалдар да бар. Қарлығаш ұя салған жерде береке, бірлік, молшылық болады дейді. Биыл біздің үйге қарлығаш ұя салды. Киелі құстың біздің үйге салғанына мақтанамыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.